Ғасыр ақыны атты сайысқа 50-ден аса сот қызметкері қатысты. Бәйге 2 кезеңнен тұрды. Қатысушылар заңғар тұлғаның жетімдер үні, сенің көзің, аққулар ұйықтағанда деп аталатын шығармаларынан қойылым көрсетті. Сосын өлеңдерінен үзінді оқыды. Барлығы жоғары дайындықпен келген. Біз көрініске Мұқағали Мақатаевтың «Аққулар ұйықтағанда» поэмасынан үзінді қойдық. Бұл поэмада мен өзім ана рөлінде сомдадым. Ұйымдастырылып жатқанның барлығы күшті болды. Мен Атырау облысы қылмыстық мамандандырылған соттан боламын. Біз бұл шығармаға 1 апта көлемінде дайындалдық. Жалпы дайындық өте жақсы болды. Ұйымдастырылған шарада өте жақсы деңгейде, әріптестеріміз де өте жақсы дайындалды, өте жақсы көрініс көрсетті, барлығы өте қызықты болды. Мұндағы басты мақсат әділдік орнату жолында табанды қызмет етіп жүрген жандардың жаңа қырын ашып, кәсіби қатынасын нығайту. Шамамен 1 ай бұрын дайындалды. Қызметкерлер жаңағы осы байқаудың өтетін жөнінде хабарлама бердік. Содан кейін барлығы осылай ұйымшылдықпен келіп отыр. Шынын айтқанда өзіміз де таңғалып отырмыз. 9 соттан қатысты, барлық соттың ұжымынан қатысып отыр жалпы. Көріністер ақынның поэмаларынан, барлық өлеңдерінен деп айтуға болады. Әсіресе мына қызметкерлердің өте талпынысы, олардың жаңағы Мұқағалиға деген сүйіспеншілігі, өнеріне деген, шығармашылығына деген сүйіспеншілігін қазір байқап, өзіміз шынын айтқанда тебіреніп отырмыз. Өйткені өте шынайы шығарып, шынайы көрініс қойып жатыр. 2 сағатқа созылған шара соңында қойылым кезеңі бойынша облыстық мамандандырылған ауданаралық қылмыстық сотының қызметкерлері иеленсе, ал мәнерлеп өлең оқу бағытында Атырау қалалық соты әкімшісінің жетекші маманы үздік атанды. Асланбек Нұраман Самиғоллаев, жаңалық қызметі.